Сәлем бердік қазақ елі, сіздермен келін асханасы. Қыстың күнін жазда ойла деп, нағыз үйдің тәтті дәмді компотын ішетіндей сливадан, қара өріктен компот жабайық. Ең алдымен бізге қажет заттарды дайындаймыз. Ол әрине банка және сливалар. Қара өрікпен банканы жуып дайындап қоямыз. Менің сливаларым кішілеу болғандықтан 2 уыс слива саламын. 10-12 штуктан шығады. 2 литрлік банкаға 1 стакан, яғни 200 грамм қант саламыз. Егер сәл тәттілеу ұнатсаңыз, немесе қыстың күні сәл су құйып жіберемін деген ойыңыз болса, онда көбірек қант қосыңыз. Үйдегі жүзім құры желінбей қалатын болғандықтан компоттың ішіне қосып жібердім. Қант пен жеміс-жидектерімізді салып болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды толтырып құямыз да қақпағын жауып, жерге төңкеріп көреміз, су ақпайды ма екен деп. Суы ақпаса, ары бері банканы домалатып, қантын ерітеміз. Менің каналымда шиеден компот, алмадан компот жабу, помидор, қияр, лечо салаттарын жабу рецепттері бар, қарап көріңіздер. Және тәтті десерттер ұнатсаңыз, торттардың, капкейктердің рецепті бар. Қарап көріңіздер, отандық жас каналдарды қолдап, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Дайын банкаларымызды ыстықтай көрпенің астына орап қоямыз бір түнге. Бір түннен кейін банкаларымызды сақтайтын орнымызға апарып қоя береміз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Жасап көріңіздер, өте әдемі шықты.